Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, Алаштың астанасы Семей шаһары жастарының, халқының атынан сізге зор құрметпен алғысымызды білдіреміз. Ұлылар мекені Семей қаласы халқының қаншама жылдар бойы армандаған арманын елеп ескеріп, кешегі жолдауыңызда Семей қаласы Абай облысының орталығы болсын деген шешіміңізге өте дән ризамыз. Абай облысының өркендеуіне, жаңа Қазақстанның дамуына Семей жұртшылығы, оның ішінде жастары өз үлестерін қосуға дайын. Көрре бір тамырда ертісті өзені, күні де ерекше шашардай шапағат, шашардай шапағат. Абайдай дананың кіндігін кескенер, шәкәрім айларын аймалап ескенер, мұхтарда берсен күнлер алып ескенер, Семейім, Семейім, Семейім. Абайдай дананың кіндігін кескенер, шәкәрім айларын. Мемлекет басшысы кеше өз жолдауында Семей аймағында Абай облысын құруды ұсынамын. Семей қаласы жаңа облыстың орталығы болады. Осы мәселені аймақ тұрғындары көптен бері айтып жүргенін білемін. Шәкәрім айдарын аймалап ескен жер, мұхтарда берсе